Бәріне сәттілік тілеймін міне. Денсаулықтарың бай болсын. Бүгін міне түнде баталарын жасап міне. Бәрі осындай қуанышта. Мерекелерің құтты болсын. Қандай мереке болса да Алла күнде бізде мереке ғой. Күнде той ғой бізде. Демалып міне осындай руханияттар бар, жақсы. Бәрі ақшаларың болады дейді. Міне осындай өзді адаммен тіретесіңдер. Міне адамның әйел болғаннан кейін әйелдің құқығын айтасың. Өмір туралы айтасың. Сонда әйел берде әдемі қыздар жоқ қой. Деп мақтанбаймыз саны. Әйел адамымыз қандай нелері болады, сезімдері болады. Адамның баласы қандай әйел мінезі жақсы болу керек, қандай сұлу болу керек, әдепті болу керек. Енді әйел адам енді құмарлық, әйелдерде көп нәрсе құмарлық бар ғой. Әйелдер көп сезінет, махаббат, не ойлап тұрсын, Алла бәрін көріп тұрады екен. Бұны табиғат болғаннан кейін әйел адамның жүз материясы болады. Осындай әдемі болғаннан кейін сондай сұлу қыздар бар ма екен? Енді Аллаға шүкір, міне қор қызығы барғанда ана дүниеге барасың, ана дүниеде сені ақмата орайды. Енді ол адам еске алса, өлімді еске алыңдар дейді Алла тағала. Енді сондай бір несі, әр адамның өзі табиғаты болғанымен ерекше адам. Менде адам бақыт адамдар жоқ деп, мысалы. Енді әр адамда бар, бес оқты бір құсамайды ғой, енді адам баласы жан денемен, менде ерекше болғанымен мен ешкімге жаманшылығым жоқ. Мысалы, Алла тағалаға айтып сөйлесем ғой, мен өмірім қандай не болады, өз өмірімді білемін, қайда баратынын. Анады ден мәңгілікке. Мені сонда жатасың, ана қорқыздардан әдем боласың, мен періштелермен сөйлесесің, барзаққа әлемде мынау дүниеде жоқпын. Неге? Мына ғана 40 сурет адамның баласы. Мына сурет болғаннан кейін әйел адам көп нәрсе материя бар. Мысалы, мені әйел адам өмірді көреді, бала туады, тұрмысқа шығады. Әйел болғаннан кейін қаншама адамдар көз көреді. Енді жан дүниесі таза болу керек қой, әйел деген сұлу әйел ғой. Табиғат болғаннан кейін әйел адам қаншама сынақтан өттік, мұны қаншама мені Алла тірлеттім. Сезім оянады, әйел адам. Мен өзім мақтанбаймын, арылмаймын. Сол онда көп адамдар мені ұнатады, көп адамдар мені көп. Енді мен қалаға қарамаймын, бәрі мені қарамам ғой, мен көп. Қи жақта тұрған жүргенде менің қазір үйде отырғанда мен өзіммен 100 миллиардын клеткасын көремін. Қандай бақыт адамдармын, текті адам. Енді бақыт адамдар әйел адамы сондай табиғат.